Көрермен, қайырлы кеш. Бүгін болса, жаңа жыл қарсаңында мерекелік кеш болды. Бұрынғы қатысушылар қонақта болды. Ақтөреде келіп қалған болатын. Әшейінде қызымен келетін, осыда жалғыз өзі келді. Күтпеген жерден жобаға жаңа қатысуны шақырды. Ол кім деп ойласаңыз, Асем екен. Ажарланып сұлу болып кеткен қызымыз. Өзін таныстырып, тез тұрмысқа шыққысы келетінін айтты. Бәріміз сеніп жатсақ, Ақтөренің өзі бір түрлі болып, ол болса пранк болып шықты. Кішкене ұрсып қалғандары бар енді. Бірақ қайта қосылатыны белгілі. Соған қарағанда қыз әлі той күтуде. Ақтөрен болса бойдақ болып жүргеніне үйреніп қалғандай. Ал пікірлер әдеттегідей көп. Ақтөре жігіттің төресі. Әсем неге тартыншақтап жүрсін? Жания болып бірге тұрған соң екеуінде бір арнаға тусынысып кетесіңдер. Қорықпа, етегінен ұста осы жігіттің. Ақтөре ақ көңіл, еш арамдығы жоқ жігіт. Ақтөре өзіне сенімді жігіт емес екен. Кері тарта беретін адам өмірден өте кеш қалады. Әсем, сен неге жабысып қалдың Ақтөреге? Өзіңнің адамыңды тауып ал. Бұл жігіттің сөзі кеп екен. Еркек сияқты тірлік жасамайтын жігіт саған керек па? Ойлан. Ол болмаса да басқа жігіттер жетеді. Әсемде ұялмайды екен, сырға салдырып алып, бір жылдан артық әлі ырбындап жүр. Атанадан тек жоқ шығар дейді көрермен.